Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ме? Көптен бері эфирге кірмеген едік. Иншалла, бүгінгі эфир сақталатын эфир. Сұрақ-жауап эфирі. Мен осыдан 1 сағат алдым ба? Сұрақ-жауап айдарын аштым. Сол сұрақ-жауап айдарында келіп түскен, қайталанбай келген, бұрын соңды қойылмаған 11 сұрақ тері болдым. Жалпы өзі бір эфирге 11-12 сұрақ арнаймыз. Соның өзі 1,5 сағаттай, 1 сағаттай болып қалады. Иншалла, шамалы адамдар қосылып алсын. Сосын сұрақтарды бірінші оқып шығамыз, қандай сұрақтар келгендігін. Сонымен жайлап бастаймыз. Ең бірінші адамдар қосылғанға дейін мен сіздерге айта кетейінші мынау. Мен соңғы 2 рилс шығардым, кеше шығардым, бүгін шығардым. 2 рилстың да мазмұны бірдей. Қандай мазмұнда? Мынау парыз намазының соңғы 2 ракағатында Фатиха сүресін оқу-оқымауға байланысты. Бірінші рилста айтылды, егер де уақыт тығыз болатын болса, намазын уақыт шығайын деп жатыр. Сол кезде парыз намазын, тағы да қайталап айтамын, парыз намазын соңғы 2 ракағатында, яки болмаса соңғы 3 ракағатында, шам намазының Фатиха сүресін оқу міндет емес дедік. Міндет емес, бұл сүннет дедік. Жалпы уақыт тығыз болсын, тығыз болмасын, Фатиха сүресін оқу сүннет, парыз намазының соңғы 2 ракағатында, немесе 3 ракағатында деп айттық. Ал енді бұл жеңілдікті қашан қолданамыз дедік? Уақыт тығыз болып жатқан кезде қолданамыз дедік. Мысалы, бесіннің шығуына 3 минуттей уақыт қалды. Аллаху акбар такбир тахрима аласын, бесінге кірісесің. Енді бесіннің алдында 4 ракағат сүннет бар. Дұрыс па? 4 ракағат сүннет бар. Одан кейін 4 ракағат парыз және 2 ракағат сүннет бар. Мен оқып жүрген намаз осындай, сіздер қандай намаз оқып жүргендерін білмеймін енді. Бесіннің шығуына 3 минут қалды. Сен нені бастайсың? Бірінші сүннет бастамайсың, бірінші парыз бастайсың. Енді осы парызды бастап жатқан кезіңде 3 минутта сен егерде бірінші және 2 ракағатында Фатиха, қосымша сүре, 3 ракағатында Фатиха бәрін оқысаң, намазың уақыты шығып кетуі мүмкін, мысал ретінде. Дұрыс па? Уақыт тығыз болып тұр. Яки болмаса біреу сені күтіп тұр деген секілді, бір жерге бару керексің. Осындай кезде шариғат рұқсат еткен жеңілдікті пайдалан деп тұрмын да мен. 3 пен 4 ракағатта Фатиханы оқымай-ақ қой. 3 рет тәсбих айт, субханалла, субханалла көлемінде. Немесе осындай көлемде үндемей тұрды, арғая жалғастырып кете бер намазын, рукух, сәждемен бітір. Бұл рұқсат десем, комментарийде мен түсінбедім дейді. Сонда мен қалай түсіндіремін де, сонда оны мен. Намаз оқып көрсетсем ба мен адамдарға дейін, оқып көрсету керекпін бе енді, бүйтіп тұрдым міне деген секілді. Ол элементарный ол. Сіздер енді білмеймін, көп осы тиктокқа милары уланып қалған, көретіндердің барлығына 30 секунд, 40 секундтық нәрсе болмайтын ыржың, дырду бір әңгімелер, біреудің өсегі, біреудің төсегі болғандықтан адам бір ойлана алмай ма, түсінбеймше, біз қазақша айтып тұрмын, сонда да түсінбейді. Астына біреу жазып жіберген, Фатихасыз намаз жоқ қой, сен не айтып тұрсың деген секілді. Сонда мен өте ойлап отырып, өзіме отырып, қандай контент түсірсем екен, халық білмейтін, осындай бір халықтың арасынан бір дау тудыратын бір мәселе айтайын деп ойына тоқып айта салдым, мысал ретінде. Айналайын, осы саланы біз деген 9 жыл оқыған адамбыз ғой. Бұл деген элементарный, қарапайым нәрсе. Бірге бірді қоссаң, неше болады? 2 болады, 3 болмайды, дұрыс па? Элементарный нәрсе. Бірге бірді қоссаң, қалай 2 болады? Қалай сонда 2 болды? Мен түсінбедім деп адам деген айта алмайды ғой, дұрыс па? Бірге бір қоссаң қанша болады? 2 болады, болды 2. Сол секілді мәселе бұл фиқтағы. Енді анау астына комментарий жазып отыр, Фатиха сүресін оқымасаң намазың толық емес деп. Бұл Шафии мазхабының үкімінде. Мен Ханафи мазхабының аудиториясында дәріс білім беріп жатқан адамның. Ханафи мазхабында 3 пен 4 ракағатта Фатиха сүре оқу уәжіп емес. Жалпы Ханафи мазхабында Фатиха сүресін оқудың үкімі уәжіп. Ал Шафиилерде парыз, Шафиилерде уәжіп деген термин жоқ оларда. Шафиилер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Фатихасы намаз жоқ деген хадиске негізделді. Бір жолмен келген, пайғамбар бір жолмен келген хадиске негізделді, парыздық үкімді бекітті. Ал Ханафилерде ise бір жолдық, риуаятпен жеткен хадиспен парыздық үкім бекімейді. Парыздық үкім тек қана Құранның аятымен бекиді, және де мутаватир хадиспен бекиді. Түсініп тұрсыздар ма?
Ал енді фатихасы намаз жоқ деген бұл Құранның деңгейіндегі хадис емес. Және де мутаватир деңгейдегі хадис емес. Парыздық үкім бекімейді. Алла тағала Құран кәрімде фақрау ма таяссара минал Құран деген. Құранда жеңіл болған нәрсені оқы деді. Осы жерде жеңіл болған нәрсе деген ішінде бүкіл Құранда қандай сүре, аят бар, бәрі кіріп кетеді. Яғни Құранның парыздық мөлшері кез келген аят Құрандағы. Түсіндіңіз ма? Абу Ханифаның, Абу Юсуфтың пікірі бар бұл жерде енді. Жалпы мен сіздерге не түсіндіргім келіп отыр? Фатиха сүресін оқу намаздың парызына кірмейді, уәжібіне кіреді. Уәжібі қашан енді? Алғаш 2 ракағатында ғана, парыздың алғаш 2 ракағатында. Ал соңғы 2 ракағат немесе шамның соңғы 3 ракағатында Фатиханы оқудың үкімі сүннет болды. Ал енді адам сүннетті орындамаса, бұл намаз жоқ бола ма? Намаз жоқ болмайды, намаз бар болады. Түсіндіңіз ба? Енді бұл үнемі саған Фатиханы оқымай жүре бер деген сөз емес. Үнемі қысу таян кезде асығып барасың бір жерге, автобусың, самолетің ұшайын деп жатыр, намазың уақыт шығайын деп жатыр деген секілді мысал ретінде. Осындай немесе қаза намаздарға. Қазан біреу сұрақ қойған, астына жазған, сен маған қаза намаздың парызы өтелу керек екендігін дәлел келтір деген астына. Көп адам былай ойлайды, бізде сәләфилік түсінік кіріп кеткен бізге. Мен әлі сұрақтарды оқыған жоқпын, кіріспе ретінде бір қызып алу үшін айтып отырмын мына. Көп адам сәләфилерден келген түсінік бұл. Адам исламға қашан келеді десе, ол намаз оқумен кіреді екен исламға адам. Сәләфилердің түсінігінде сондай. Неге? Өйткені сәләфилер, мына уахабиттер, қазақтың тамырымен құртқан уахабиттер. Тар түсініктегі, тобыр санадағы уахабиттер. Не дейді? Амал иманның бір бөлігі дейді. Егер де амал болмаса адамда, ода иман жоқ дейді. 4 мәзһабтың ғалымдары оны айтпаған мүлдем. Амалды иманға байланыстырмаған. Амал иманнан бөлек. Яғни дұрыс Аш'ари ақидасында, Шафилердің ұстанымында амалға иман кіргенімен, яғни адам амал жасамаса діннен шығып кетеді деп айтпайды олар. Түсіндіңіздер ме? Діннен шығып кетпейді. 4 мәзһаптары сондай. Хамбали мәзһабында бар, намаз оқымаған адам кәпір деген, ол өте әлсіз, даиф болған пікір бар. Бірақ ол ла юъмал бихи, онымен амал етілмейді. Түсіндіңіздер ме? Яғни адам иманға келу үшін ол намаз шарт емес. Адам ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах, Алла жалғыз, пайғамбар оның елшісі десе, Мұхаммед оның елшісі болды. Ол мұсылман. Сәләфиттер не істейді? 20-30-40 кезде намаз басады мысал ретінде. Бастады. Сөйтеді енді осы кезде 20 жасында емес, намаз қашан басады, сол кезде исламға келдім деп ойлайды да. Сәйкесінше, одан алдыңғы намаздардың барлығын өту шарт емес дейді. Неге? Өйткені ол кезде мен кәпір болдым дейді да. Қайдан алдың оны сен? Оны қайдан алдың? Өйткені пайғамбарымыз мұсылман мен мұсылман еместің арасын бөліп тұратын ол намаз деген. Сен біріншіден хадистен үкім ала алатын кімсің сен? Өзің Құранды шала-шала оқисың, шала сауаттысың. Хадиске прямой амал ете бересің сонда сен? Ете алмайсың ғой, ғалымдар не деген оған қарау керек болған. Көрдіңіздер ме? Яғни қаза намазды біз өтеуіміз керек. Мен 10 жыл бола ма, 15 жыл бола ма, ол деген сөз біреу сұрап, астына тағы біреу жазып жіберген комментарийға. Адам 25 жыл намазын қалай өтейді сонда? Ол деген зұлымдық емес па деп. Айналайын саған 25 жыл намаз Алла тағала. Дәл қазір міне осы минутта, осы секундта, осы бір күнде саған өтеп тастады деп қойған жоқ Алла тағала. Саған дәл осы қазір оқы деп тұрған жоқ қой саған. Шамаң келгенше оқисың. Ғұмырың жетпесе, өліп кетсең болды, Алла тағаладан сен құтыласың. Түсінесің? Шамаң келгенше сен оқыдың намазды. Күнде, күнара осы оқып жүрдің. 5 жылдық намазын оқып біттің. 10 жыл қалып қойды мына жақта мысалы ретінде. Өліп кеттің. Ғұмырың жоқ қой сен, ғұмырың тірі болғанда оқитын. Ал бірақ менде 10 жыл, 5 жыл намаз бар, оны мен қазасын қалай өтеймін мен? Оқиын ғой деп адам былай айтады. Өмір сүріп жүре беремін оқымастан? Жоқ, оқу керек. Қаза болған намаз. Бұрынғы намаз бастамай тұрған кезде намаздар оқылады. Ал тек қана сәбит үкіметінің кезіндегі, кеңес үкіметінің кезіндегі намаз адамдарға үзірмен қаралады. Не үшін? Өйткені намаздың үкімдері, намаз парыз емес деген үкімді үйреніп білу ол кезде қиын болды. Неге? Орыстың қылышынан қан тамып тұрған кезде ата бабамыз намазды тығылып оқыды. Ол үкімдерін білу болай тұрсын. Ал одан кейін енді еңсеміз көтеріп етек-жеміз жинап тәуелсіздігіміз алған кезде бізге дін келді. Намаздың парыз екендігін емін-еркін үйрене алатын уақыт кетті бізге. Ал сенің мұсылмандар шоғырланған жерде өмір сүріп, намаздың парыз екендігін біле алмай қалуың, намазды сен мойнынан түсірмейді. Намаз сен мойнынан түсірмейді. Түсінсіңдер ме? Осыған келіп тіреледі. Демек,
Ханафи мәзһабы бойынша, жалпы 4 мәзһаб бойынша да қаза болған намаздар оқылады. Енді осы қаза намазды сен өтеудің саған оңай жолымен көрсетейін сендерге, лайфхак ретінде көрсетейін сендерге. Біреудің 5 жылдық намазы бар, 2 жылдық намазы бар, соның өтеудің жолын көрсетейін деп парыз оқисың ғой, тек сүннет оқымайсың, қаза болған парыздарын оқисың, дұрыс па? Мысалы үшін сен өмір бойы жаңағыдай сапарда жүрген жоқсың ғой сен. Дұрыс па? Сапарыңды бөлек есептеп аласың, сапар мәскесін бөлек есептеп аласың. Сол кезде істейсің енді сен енді 4 ракағат парыз намазың болатын болса, 2 ракағатына Фатиха мен Ықыласты оқы да, қалған 2 ракағатында еш нәрсе оқыма. Тұр әшейін былай мен субханалла деп бір айтты, рухқа кете бер, болды. Жеңіл ме, жеңіл емес па саған? Жеңіл. Осыны айтсаң, астына деген, мен қазақша айтып тұрмын, вроде негізі, мен қазақша айтып тұрмын. Осының өзінде түсінбей отқандар бар да. Бірақ енді мен нерв болмайтын болдым енді. Мен де бүйтіп ойлап қарадым да, адамның бәрі бір деңгейде емес. Мына жерде 120 адам отыр, айтқанымды бір 10 адам түсінсе, қалған 110 түсінбесе де, альхамдулилля. Ана 110 адам өзін не істеу керек? Санасымен жұмыс жасау керек. Болмайтын нәрселер көріп, ана миды қозғап тұру керек анда-санда. Есеп шығармаған адам сондай болады, ойлана алмайды. Так, мен осыны айтқым келді эфирдің басында. Енді сұрақтардың несіне келейік. Мына жерге жазайық, комментке, пікірге сұрақ қоймаймын деп жазып қоймасам, қазір олар сұрақ қоя береді. Пікірге сұрақ қоймаймыз. Қоймаймыз. Ана Қанат қызы ислам 4 аяға рұқсат беріп әлі жүрген. Әлі сен де дамымайсыңдар сендер ше. Қанат қызы сен солай дамымай солай жүресің. Қабірге барғанға дейсің, Мүнкәр мен Нәкирден сұра дейсің. Мүнкәр мен Нәкирден сұра. Исламда 4 қатын алуға болатын бет деп сұрашы сол кезде. 4 қатын, сақал, ана төсек, мөсек. Адам болмайсыңдар сендер. Кеттік, сұрақтарды оқып шығайық. Бірінші сұрақ келген, құрбан айтта тырнақ алуға бола ма дейді. Ең актуалды, блогерлердің андайлары контент жинайтын кезеңі қазір. Контент жинау керек, 10 мың, 20 мың лайктан тұратын, 1 миллион просмотрдан тұратын сондай нәрсе жинап алу керек. Сол үшін халық естіп білмеге, сонда интрига жасайтын нәрсе айту керек та. Сұрақ деген қарша борап жатыр бізге осыған қатысты. Рилстер келіп жатыр, Құдай берекесін берсін. Дайрект жарлайын деп жатыр, иншалла. Екінші сұрақ, күйеуім бір күні өлтіріп қояды деген қорқынышпен өмір сүремін дейді. Үшінші сұрақ, әке шешеге айтпай 2 куә шақырып неке қиса үкімі қандай дейді. Төртінші сұрақ, күйеуім мені ата енемнен қорғамайды, неге екенін білмеймін дейді. Ойбай, ағамның әйелін әмеңгерлікке алмақшы едім, үкімі қалай дейді. Алтыншы сұрақ, үйленбей тұрып жігіт қыздан көп сомада ақша алуы дұрыс па дейді. Жетінші сұрақ, ажырасқаныңды қазір сөйлесіп жүрген жігітке айту маңызды ма дейді. Сегізінші сұрақ, орамалды шешкім келеді, әдемі көйлек кигім келеді, не істеймін дейді. Тоғызыншы сұрақ, қарызға ақша алып құрбандық шалса бола ма дейді. 10-шы сұрақ, құрбандықты 7 адам сойғанда еті қалай бөлінеді. 11-ші сұрақ, үйде күйеуіммен намаз оқығанда мен қайда тұрам дейді. Қайда тұрғаныңыз сол жаққа тұрасың да. Осы 11 сұрақ. Бисмилля, кеттік. Бірінші сұрақ. Құрбан айтта тырнақ алуға бола ма дейді. Қазір андайда халыққа былай білім берем деген мақсатта былай контент жасаса дұрыс та. Бірақ халықтың арасында бір интрига туындатып, халыққа бір естімеген нәрсесін былай бір айтып, қаралым санын жинап, лайк санын жинап, ақуатын көтергісі келетін адамдарды, блогерлерді бар да. Дін жайлы хабары жоқ, бірақ осындай нәрселер туындаған кезде ол білгіш, дана, ғалым, діни маман болып қалады деген секілді. Мынау госслужба деген Қайдарович, банға кетші сен. Қайдарович, давай госслужбамен ассалаумалейкум бола берші бар сен. Бас қатырдым ғой, жазып десе жазасыңдар. Не айтып қанам ал мені отвлекать етіп жүрді.
не айтып жатқаным? Сондай, осындай блогерлердің күйдік енді да. Ойбай, не екен? Тырнақ алуға болмайды екен. Неге? Өйткені Зулхиджа айы басталды, кімде-кім құрбандық шалатын болатын болса, тырнақ алуға болмайды деген секілді хадистерді оқып қояды. Муслимде келген, Бухариде келген хадис деген секілді. Оның ар жағында ғалымдар оған қандай баға берген, тырнақ алудың фихта үкімі қалай, оған үңілмейді. Халықты лежбі, халықтың арасында интрига бір туындатып, ахват жинау, лайк жинау деген секілді. Не істейсіңдер, басқа жұмыстарың жоқ па сонда сендердің? Сенің біріншіден контентің, сен блогерсің сен да. Сен блогерсің, сен діни мамандағы адам емессің, ағартушылықпен жұмыс жасап жүрген адам емессің. Сен не істейсің онда шариғи бір үкімдерді қозғап, айналайын өзің қандай контентіне қандай ниша таңдадың, сол бойынша контентің жүргізші. Машинамен айналысасың ба, Грузияда машина алып келесің ба, сонымен айналыс сен. Фуд-блогерсің ба, фуд-блогермен айналыс сен. Торт пісіресің ба, тортыңмен пісіріп айналыс. Елге саяхаттайсың ба, елге саяхатта соны түсір халыққа. Керек нәрсе мысалы. Сен не істейсің дінге араласып, интрига туындап, халықты онсыз да тыныш жүрген кредиттен қысылып, ана жаққа барса кредит, мына жаққа барса ыштырап, ана енді дінге кіріп құрбан айтта бір нәрсе істейін десе, тырнақ алма дейді, тырнақ шошқа деп өзіп жүр, не істеймін деген мысалы үшін да, адамдар жазады комментарияға. Немесе жекеңе жазады. Дайрект деген қарша борып жатыр. Мен түсінбеймше, сондайлардың андай түсірген 1 минут, 2 минут сөйлеп түсіреді, хадис келтіреді, не түсіреді. Просмотрын көрсең 2 миллион ғой, біреу маған жіберген 2 миллион просмотр жинаған ғой, вообще тырнақ алуға болмайды дегенде 2 миллион просмотр жинаған. 25 мың лайк тұрғанда ше. Ал біз деген таза ғылымға тола, күнделікті өмірде мұсылмандардың өміріне кездесетін мәселеміз бұл айтып шықса, просмотрың ары барса бір 100 мың болатын шығар, болса да болмаса да болады. Бірақ андайлар деген атып кетеді ше. Таң қаласың. Құрметті жамағат, естеріңізде болсын, Ханафи мәзһабы бойынша тырнақты алуға болмайды деген үкім жоқ. Макрух та емес, макрух тахриман да емес. Түсінесіздер ме? Күнәға жақын макрух та емес бұл. Танзихан да емес. Хилафул аула істеуге бола ма, істеуге болмай ма деген мәселеге ғана қайтатын болды. Түсінесіздер ме? Тырнағыңды ала бер. Айналайын, балтамен аласың ба тырнағыңды, кусашкамен аласың ба, арамен аралайсың ба, шашыңды немен қайшымен аласың ба, бритвамен аласың ба, станокпен аласың ба, немесе қой қырқатынмен шаш аласың ба, ала бер айналайын. Қалай осы құрбан айтқа дейін қалай жүрдің, дәл солай шашыңды да, тырнағыңды да, бүкіл жеріңді, түктерінің барын алып жүре бер. Ешқандай арам да емес, ешқандай макрух та емес. Түсінесіздер ме? Бұл хадисті келтіріп отыр. Бұл шафиғилердің дәлелі бұл. Түсінесіздер ме? Шафи мазхабының дәлелі. Біздің елде сәләфиттер келді ғой бізге, енді елімізге келді, ойбай хақ дін бізде, біз ғана дінді үйретеміз деді. Бүкіл мәселеге хадис айта бер. Ол хадиске ғалымдар қалай баға берген қызық емес. Енді соларға енді хадиске жауап беру керек қой. Біздің елдегі ұстаздарымыз алғашқы кезде хадиспен жауап берді да, оның дұрыс жағы да бар, плюсы да минусы да бар да. Плюсы хадиспен жауап берді. Ауыздарына құм құйды. Минус жағы енді жамағатқа кез келген нәрсе айтсаң, болды, оған хадис келтіру керек болып қалады да. Хадис деген секілді. Соның салдарынан тағы да бір минусы, халықтың арасында сол Шафи мазхаб үкімдері көп кіріп кетті. Қасты мүлдем жұлуға болмайды, қасты мүлдем артығында алуға болмайды, ортасында жұлуға болмайды, қасты жұлу күнә, харам деген үкімдерге тарап кетті да. Шафи мазхабының үкімдері да. Ал біз Ханафи мазхабын ұстанатын қоғамбыз ол біз. Мысалы, Ханафи мазхабының үкімдері басқаша, үкім басқа болады. Хадистің сыртқы мағынасына емес, хадиске сахабалар қалай амал жасалды, сыртқы көрінісіне емес, хадиске қалай амал жасалды, ол мағынасына қарайды хадистің, ханафилер. Сыртқы көрінісіне емес. Түсіндіңіздер ме? Жоғарыда хадисті шафиилер дәлелге алған, оларда макрух тахрим, күнәға жақын болған макрух. Блогерлердің түсіріп жатқан тырнақ алуға болмайды деген хадистердің барлығы Шафи мазхабының дәлелі ол. Түсіндіңіздер ме? 4 мазхабта бізде мойындалған. Исламда 4 мазхаб бар. 4 мазхабтың хадиспен амал жасау тәсілі 4 түрлі. Мысалы 4 врач. Мысалы мен гепатит аурумен ауырамын. Шынымен ауырамын, гепатит аурумен ауырады деген кеше анализ келді деген бәрін айтып берсең қалай болады? Мысалы, сөйтіп осы ауру демдеуге 4 врач келеді. 4 врач та құзыретті осы ауру демдеуге. Түсіндіңіз бе? 4 түрлі тәсіл айтады маған. Мынау былай істе, мынау былай істе, мынау былай істеме, мынау былай істе деп 4 айтады. 4 түрлі тәсілді. Түсіндіңіз бе? 4 түрлі тәсіл айтқан кезде бұл өзінің оқығанына,
ибн синадан кейін қағида болсын, басқа болсын, енді білмеймін медицина саласын, қағидаларға, теорияға негізделіп бұл диагноз қойып жатыр, жаңағы емін беріп жатыр. Мынау да дәл солай, түсініпсіз ба? Төртеуі де Аллахтың құзырында осы төртеуінің біреуі ғана дұрыс болады, бірақ мына осы өмірде төртеуінікі де дұрыс деп айтамыз. Түсіндіңіздер ме? Яғни Ханафи мазхабының, Шафи мазхабының, Хамбали мазхабының, Малики мазхабының хадиспен үкім алуда қағида ережелері 4 түрлі болады. Ханафилер жоғарыдағы құрбандық шалатын адам Зулхиджа күндерінде мүлдем тырнақ алуға болмайды деген мағынадағы хадисті олай алмаған. Міндетті көріністе алмаған, міндет емес, тырнағыңды алмау керек деген үкім жоқ. Шафи мазхабында алмау керек, бұл макрух тахрим. Не үшін? Өйткені кімдерге Арафаға барған кезде қажылықта жүрген адамдарға тырнақ алуға болмайды, шаш алуға болмайды. Солардың бір сауабына үміт ету мақсатында соларға ұқсауымыз керек деп шафилер сөйтеді. Ал біз керісінше оларға ұқсамас үшін не істейміз, біз оны міндет емес деп айтамыз. Түсіндіңіздер ме? Сол үшін де тырнағыңызды аласыз ба, қолтығыңыздың түгін аласыз ба, ала беріңіз. Бұл ешқандай күнә да емес, макрух да емес. Айналайын блогерлер, тыныш жүріңдер. Өз халыққа өзімді әрең дегенде бір нәрселерді үйретіп тырысып қойыңыз, сендер келесің яқтан банк еткізіп төтесінен үкімді қоясыңдар. Қойсаңдаршы, айналайын, қойсаңдаршы, болды ғой. Қазір мен осы сендердің саяхаттауыңа қатысты екен, сендердің жүргізіп жүрген нишаларыңа қатысты, немесе бір заңға қатысты болсын ба, тағы бір салаға қатысты бір нәрсе айтсаң, жерін алып жерге саласыңдар. Сен діни мамандар осындай, бірақ өзің бұлттап жүресің, мысалы үшін, контент үшін. Күйдіреді адамды осылай. Зүлхиджа айында 9-ші ораза ұстау күні. Қазір келеміз, оны ең соңында келеді. 12-ші сұрақ сол, күттім. Екінші сұрақ, күйеуім болды. Данияр ашуланба болды. Блогерлер осымен бітті. Кеттік. 2. Күйеуім дейді, бір күні өлтіріп қояды деген қорқынышпен өмір сүремін дейді. Мына бір қарындасыңыз қойған, бір 3-4 рет қойған, яғни бөліп сыймағаннан кейін мен итогын былай алып алдым. Мен түсінгенімде бұл қарындасымыздың сұрағында бірнеше рет қойған, яғни үзінді қылып, соны түсінгенімде күйеуі бұны ұрады, соғады. Соны өлтіріп қоюынан қорқады. Жалада жаба деген күйеуі бұған. Енді осы мәселеде егер де күйеуіңіз сізге нақты зиян беретін болса, кәдімгідей физический зиян беретін болатын болса, мысал ретінде ұрады, соғады деген секілді. Сізде күмән бар, что бұл сізді өлтіріп қояды. Бұндай еркекпен бірге тұруға болмайды. Тұру бұл адам өз-өзіне қауіп төндіру. Шариғат адам басына, өз жеке басына келетін қауіп қатерден адамды қорғайды, қорғануға бұйырады. Күйеуің сен ұратын болса, соғатын болатын болса, күн бермейтін болатын болса, мысал ретінде. Жалпы әйел затты былай ұру бұл күйеудің, ер адамның әлсіздігі. Бірақ отбасы болғандықтан ыдыс-аяқ сылдырмай тұрмайды ғой. Орыс жанжал болып қалады, иногда деген секілді, қол көтеріліп қояды деген секілді, мысал ретінде. Сол кезде бір рет, екі рет қол көтерілгендігі үшін ажырасып кетіп, бөлек тұрам деген нәрсе құпталмайды. Түсіндіңіз ба? Күйеуіңізді білесіз, ондай адам емес, бірақ эмоциясын ұстай алмай қалды сол сәтте деген секілді да. Сол үшін ажырасып, затын жинамай коучтар айтқан секілді. Бір еркек саған бір қол көтерді ма, болды, ол өмір бойы қол көтереді деген секілді қылып, олай ажырасып кетуге болмайды. Ал бірақ біліп тұрсыз, бұл әдетін қоймайды. Ұрады, соғады. Бұндай еркекпен бірге тұруға болмайды. Бұл арам, бұндай еркекпен бірге тұру. Өзіне зұлымдық жасау. Бұдан кету керек. Кету керек дегенде ажырасып кеткен сөз емес. Кетесіз, араға орта үлкендерді саласын. Егер де тәубесіне келмесе, бұны жағдайда бұндай еркектен ажырау керек. Талағын бермесе де ортаға сол діни өкілеттілігі бар адам салынады. Зұлымдық көрсеткендігі үшін талағын алып береді, разылығы болмаса да. Түсіндіңіздер ме? Осындай. 3. Әке шешеге айтпай екі куә шақырып неке қиса үкімі қандай дейді? Әке шешеге айтпай. Осы мәселені халықтың арасында кең тарататын бұл Ханафи мазхабын ұстанып жүрген адамдар емес, көбінесе сәләфиттерден да, уахабиттерден.
Неге? Өйткені бұлар анау ханафит, матрудит ақидасын ұстанатын ханафитка қыздардың соңына түседі. Ол намаз оқысын, оқымасын мысалы ретінде да, соның артына түседі да, соны не істейді? Көндіруге тырысады. Некелі жар етуге тырысады. Сол кезде енді біреу дінді білуі мүмкін, білмеуі мүмкін, айтады, әке шешенің рұқсаты керек қой деп айтады да, мысалы қыз. Сол кезде әлгі көк соққан немене дейді, жоқ, керек емес, ханафи мазхабында Абу Ханифаның пікірі деп Абу Ханифаның пікірін келтіреді. Кәдімгідей арабша мәтінмен аударып береді саған деген. Міне имамдар оны жасырады, имамдар оны айтпайды, имамдар ол сарай молдалар, ханафи мазхабы Абу Ханифаның өзі уәли шарт емес, яғни әкенің рұқсаты шарт емес, балиғатқа толса, кәмелетке толса өзі үйлендіре алады деп тұр. Міне бұны мыналар айтпайды деген секілді қылып, қыздың құлағына кәдімгі макаронды 2 кило қылып іледі. Сонымен бір путевка, умраға путевка жібереді, Хикмет Travelмен яки болмаса тағысын тағы деген секілді. Немесе iPhone 17 Pro Max'ты әдемі кредитке алады да, факс почтамен үйіне жіберіп жүреді. Сонымен қыз бітті, сынданаған. Жетті не істейді? Әке шешесіне айтпастан барып некелеседі. Соңында не болады? Соңында гостиницамен аяқталады. Қызық көрді ме? Қызық көрді. Сосын не істейді? Ассалаумағалейкум дейді, болды. Көп осындаймен бітеді. Түсіндіңіздер ма? Еркек егер сені өмірлік жар етіп алам дейтін болатын болса, ниеті шынайы болатын болатын болса, әке шешесінен барып, алып, үйіңе алып келеді сені. Әке шешесі сұрайды. Яғни, байқала сұрайды дегенде қалай? Жасыруға тырыспайды. Әке шешең білмей-ақ қойсын деп айтпайды. Адамдардан жасырып, сен адамдардан жасырған адам, Аллахтың құзырында сенің алдында міндет болған істерді орындамайды. Орындамайды. Енді ғылыми нәрсеге тоқталайық. Ғылыми тұрғыда ханафи мазхабында шынымен де уәли немесе әкенің, ағасының, інісінің рұқсаты керек емес пе? Керек. Енді Абу Ханифаның пікірін қайдан қоямыз? Абу Ханифа солай айтқан ма? Керек емес айтқан ба? Айтқан. Ханафи мазхабы тек қана Абу Ханифаның пікірлерінен тұрмайды. Біз подкаст түсірдік осы мәселеге қатысты, ғылыми подкаст түсіріп жатырмық. Бір жобада 10 подкаст тұрады. 10 подкасттан тұрады. Соның екі подкастын түсіріп қойдық. Соны тыңдаған адам біледі уж ханафи мазхабы қалай құрылғандығын. Ханафи мазхабы тек қана Абу Ханифаның пікірімен тұрмайды. Ханафи мазхабы бұл үлкен бір мектеп. Бұның ішінде ғұламалар деген өте көп. Табақатул мужтахидин дейді. Ғалымдардың несі бар, сатылары бар. Бұлардың өзінің атқаратын деңгейлері бар. Ұзақ подкасттан қарап аласыздар. Былай айтқанда, бұл мәселеге қатысты, уәлиге қатысты, әкенің рұқсатына қатысты, әкенің білуіне қатысты мәселеде бізде екі түрлі пікір бар. Біріншісі Абу Ханифаның пікірі, екіншісі имам Абу Юсуф, имам Мұхаммадтың пікірі. Екеуінен де бір пікірден бар, жай оған кірмей қойық, терең кірмей қойық. Былай айтқанда екі пікір бар. Осы енді екі пікірдің сіз бен біз, отқан 166 адаммен мен қалаған пікірге амал етіп кете алмаймыз біз, түсініпсіздер ма? Жаңа сәләфиттер не дейді? Ой, Абу Ханифа да осындай екен ғой міне деп пікір көрсетті. Немесе ана тағы бір кітаптан бір пікірді көрсетеді да. Қалаған адам сол мазхабтың ішінде жазылған фикх кітаптарынан үкімді алып кете алмайды, амал етіп кете алмайды. Неге? Өйткені ереже қағида бар бұл жерде. Сол пікірлердің арасында басымдылық берілген болу керек. Мысалы үшін медицина саласында бір емді емдеудің 3-4 жолы бар. Түсінесіз ба? Бір жолы бар, кешіктіріп ол емделеді, оны қолдансаң. Екінші жолы бар, асқындырып жіберуі мүмкін, бірақ басқа бір емдейді, бірақ басқа бір ауру пайда болып қалуы мүмкін ол деген секілді. Үшінші жолы бар, осы ғана лайықты да. Үшеуі де ем береді, бірақ әртүрлі неде, көріністе. Осының ішінде сол 3 түрлі теорияға айтқанда басымдылық беретін врачтар болуы мүмкін да, мысалы ретінде медицина саласында бар шығар, солай бар болса астына жазсын. Осы пікірмен, осы теориямен емдеу керек деген басымдылық береді да. Дәл сол секілді фихта да сондай. Бір мәселеге бірнеше көзқарастар болады, соның ішіне басымдылық береді. Міне, осыған амал ету керек. Сіз бен біз сол көзқараспен амал етуіміз уәжіп. Түсіндіңіз ба? Сол көзқараспен. Қағида бар бізде. Әл-марджу фи муқабил раджих кәл адам дейді. Басымдылық берілмеген көзқарас, басымдылық берілген қасында жоқ іспеттес дейді. Енді тоқталайық. Уәли мәселесінде, неке мәселесінде, әкенің рұқсаты керек па, керек емес па деген мәселеде. Қайсысы раджих, қайсысынан басымдылық берген ғалымдар? Имам Абу Юсуф пен Мұхаммадтың пікіріне басымдылық берген. Яғни уәли шарт. Не үшін? Ли фасади заман. Заман азғын болып кеткендігі үшін. Бұл 4-5 ғасырда ғалымдар айтады, заман азғындалып кеткендігі үшін. Ал қазір 21 ғасырда алып баратын. 4 ғасырда адамдар азғындалып кеткен да. 21 ғасыр айтпай ақ қойсын. Әлемде сәләфиттер секілділер бұлай жетеді.
бір күндік төсек үшін құлағына лапша іліп, ой, саған куәгер де керек емес дейді, кейбір такфириттер айтады. Куәгер екі жағымдағы періште, Алла тағала болды, екеуміз қиямыз да кеттік дейді. Мысалы, уәли шарт, уәли білмесе некенің қиылғандығын. Бұл неке батыл, негізсіз. Неге? Өйткені бұл жерде әйелдің құқығы қорғалу керек. Түсініпсіздер ме? Исламда өзге діндердің ішінде ислам діні әйелдің құқығын ең қатты қорғаған дін, ислам діні. Мына бізде тырнақша ішінде коучтар не дейді? Ислам әйелдің құқығын шектейді дейді ғой. Жоқ. Өтірік бұл, жалған, 1000 есе жалған жала бұл ислам дініне. Ислам діні керісінше айтады бізге, арабтардың кезінде нені көмген ғой дейді, қыздарын тірідей көмген ғой. Осы ма сонда оның дәрежесін көтеру дейді. Айналайын, ол кезде ислам келген жоқ. Ислам келумен әйелдің құқығы қорғалып әзиз болды адам. Әйелдің деңгейі көтерілді, Алла көтеріп қойды. Соның бір мысалын айтайын. Не үшін жерде әке білу керек? Егер әке білмесе, мына қыз көрінгеннің ұстағанның қолында кетеді. Біріншіден. Әкеден сескенеді, кез келген еркек сескенеді, бұның егесі бар демек деп сескенеді, түсініп па? Егер әкенің рұқсатына байлайтын болатын болса. Немесе куәгерге тоқталайық. Не үшін екі куәгер шарт некеде? Кезінде, біздің кезімізден бөлек, пайғамбардың заманынан кейін 4-ші, 5-ші, 10-ші ғасырға дейін, хижри 10-ші ғасырға дейін алып қарайық. Осы екі куә әйелдің құқығын қорғайтын болған. Қалай қорғайтын болған? Мысалы үшін мен Маржан деген бір қызға үйленем. Сол кезде, мысалы. Үйленем, екі куә алып келем. Барамыз, сол екі куәнің көзінше Маржанмен мен екеумді қияды. Ертең мен Маржанға талағын беріп жіберетін болатын болсам, оған немесе онымен мирастан қашу мақсатында талақ беріп жіберетін болатын болсам, яки болмаса нәпақасын бермеу, талағын беріп нәпақасын бермей жүрім деген секілді. Осы әйелдің құқығын өндіріп берген кезде қазы әлгі екі куәні шақырады. Екі куәні шақырады, екі куәні қояды, міне. Айналайын, сен куә болдыңдар, болдыңдар, міне. Осы екі куәнің негізінде әлгі адамның менің желкемнен ұстап алып келіп, не істейді? Ақысын алып береді әйелдің. Түсіндіңіздер ме? Куәнің шарт болуының хикметтерінің бірі не? Әйелдің құқығын қорғау. Ал енді дәл қазір бізге келетін болатын болсақ, күнімізде 21-ші ғасырға келетін болатын болсақ, мешіттегі екі куә дәл осы екі куәнің атқаратын қызметін атқармайды. Неге? Біз деген үлкен өмірге қадам басуға бара жатырмыз да, бірақ өзімізбен бірге куәні алып бармайды. Алып баратын куәні танымайсың да, сен тупо бара саласың мешітке. Барасың да, имамды қолына 5000 теңге бересің байқұстың. Некеміз қиып берші деп барасың, қасында куә жоқ. Куә алып келші десе, көшеде тұрасың, күтіп. Кім өтеді екен деп, немесе мешітке кім намаз оқып келеді күтіп тұрасың. Яғни сен үлкен некеңе, кәдімгі маңызды болған нәрсеге, танымайтын ешкімді, танымайтын біреуді алып келіп не істейсің сен? Араластырып, соны куә қылып жатсың да. Сен некеге деген қалай жауапкершілігің осыдан-ақ білінеді, куәдан білінеді. Ана куә сен танымайды да мүлдем ше. Ертең бар ғой, ертең қасқа, анау әйелді, қызды тек қана ЗАГСке бармай, тек мешітте ғана неке қиылатын болатын болса, ана қызды анау деген бір күндік төсекке пайдаланып кететін болатын болса, әлгі неде жүрген анау мешітте келген екі жамағат бар, танымайды, сен кімсің дейді. Қай кезде мен сен некеңе куә болдым? Есіне түсіре алмайды даже анау. Өндіріп бере алмайды құқығын. Ал енді дәл осының несін кім атқарады бізде? Ахаж атқарады. Ахаж атқарады. Бірақ ахажда неке қиылған кезде екі куә толық болмағандығы үшін, шариғи толық болмаған үшін неке дұрыс емес деп айтамыз. Шариғи тұрғыда. Бірақ қарайтын болсаң, ахаж әйелдің құқығын алып беру тұрғыда бұрынғы куәгерлердің орнын алып тұрды. Түсіндіңіздер ме? Исламда әйелдің құқығы қалай қорғалған? Жаңа ғана некеде уәли керек емес деген көк соққан неме өзің нәпсісін екі бұтының арасындағы ләззатты ғана ойлап айтып тұрмын. Ондай сәләфит, уахабиттерге мүлдем жоламаңдар. Егер сендер некеге ұсыныс тастайтын болатын болса, аулақ жүріңдер. Ертең саусақтарында тістеп қаласыңдар қыздар. Мен сендерге айтайын. Сендер білмейсіңдер, адамның сенімі түгел тұтастай өмірін өзгертеді. Сен өмір сүріп жатсың ғой, сенімге байланысты болады. Сен адамдармен мәмілең, қарым-қатынасың, отбасыңмен мәмілең, өмір сүруің, бүкіл барлығы Аллаға деген сеніміңе байланысты болады. Сен үйленесің ғой, тұрмысқа шығасың, разы боласың. Өзінің санасындағы, тобыр санасындағы шектеулерді саған қоя береді, соңында не істейсің, өзің шаршайсың, қажисың. Сосын кетесің. Немесе басқа біреуге сыйлыққа беріп жүреді, сонымен жүресің. Санаңды улап тастайды. Яғни мына екінші сұрақта келіп жатқан мәселе қандай? Сол. Яғни әке-шеше білмей-ақ екі куәгерді алып келіп неке қия беру болмайды. Жаңа айтқандай, неге? Өйткені басымдылық берген пікір қайсы? Некеде уәли шарт бітті.
Үшінші сұрақ. Төртінші сұрақ. Күйеу мені ата енемнен қорғамайды, неге екенін білмеймін дейді. Біріншіден, егер мына сұрақты былай сыртынан қарайтын болатын болсаң, адам біреуден қорғанатын болатын болса, демек қорғанылып жатқан нәрсе оған дұшпан деген сөз. Мысалы, ит сені тістеуге келеді, оны қорғанасың, таспен атып кет дейсің. Немесе дұшпан келіп жатыр, немесе біреу сені урайын деп жатыр, саман защита қаласың, бір-екі рет разова тастайсың. Дұрыс па? Қорғану үшін. Демек саған дұшпандық қылайын жатыр. Енді демек мына жерде енемнен қорғамайды десе, енені адам бұл жерде әйел өзінің дұшпан ретінде көрген да. Қара көрейік. Егер де ене шынымен де келіннен дұшпан ба, дұшпан емес па? Немесе кей енелер жаңағыдай келіні жақсы болсын деп өзінің түсінігінде ол дұрыс нәрсе айтып тұр, бірақ қолданатын сөздері, шығаратын эмоциясы екінші тарапқа келініне ұнамауы мүмкін да. Бірақ мысалы үшін сен өзіңнің анаң, мұздай су іштің да, тамағың ауырып қалды. Шешең айтады саған, іш, суды іш тағы дейді. Немесе сен ұрады, соғады өзің мамаң. Бірақ ұрып жатқан кезде сені жек көріп дұшпан ретінде ұрып соқпайды ол. Дұрыс па? Олай ұрып соқпайды, сен жақсы көріп тұрады. Егер де ене дәл осындай нәрсе, бірақ енді ескінің адамдар ғой, енді қандай сөз қолдану керек екенін білмеуі мүмкін, эмоциясын дұрыс шығара алмауы мүмкін деген секілді, дұрыс көрсете алмауы мүмкін деген секілді. Солайынан егер де келінге ауыр сөздер айтып жатса, бұл күйеу мені одан қорғай алмады деген сөзді қолдану дұрыс емес бұл жерде. Өйткені қорғану деген дұшпанға қатысты етілетін нәрсе. Көп жағдайда ене келіннің дұшпаны болмайды. Бірақ енді сөзін жеткізе алмайды, сол нәрсе істеп қоюы мүмкін. Бірақ бұл абсолютті деген сөз емес. Сондай енелері бар кәдімгідей. Келіннің кәдімгідей тұрса опақ, отырса сопақ қылып, артын шұқып, таңғы сағат 6-та тұру керек контенттер тарап кетті қазір деген секілді. Қандай келінді қол секілді көретін енелер жоқ емес, бар. Ешкім айтамайды оны. Қазір әлеуметтік желіде, Телеграм болсын, басқа жерде болсын, мені сынайтындар өкіп кетті қазір. Не дейді, ойбай, сен деген өкшесің, жаңағыдай келін мен ененің арасын айырып бітетін болдың, біздің дәстүрін айыратын болдың деген секілді. Сөйтсем, олардың көбісі үйленбеген екенше, қатын алмаған әлі, қатынға жарымаған әлі, бойдақ әлі. Сөйте тұрады да, өзі бойдақ бола тұрып, адамдарға ақыл кеңес айтады. Фихи үкімде теория айту бір бөлік. Мысалы, талақ мәселесіне бітсең, 3 талақ берсең, әйелің 3 талақ түсіп кетеді. Некеде ижаб қабыл болса, неке дұрыс болады деген секілді теория айту, үкім айту бір бөлек. Ол үйленген, үйленбеген деп қарамайды. Ал бірақ өмір сүру, отбасы болып өмір сүру, әйеліңмен өмір сүру мәселесінде саған насихат ететін адам үйленбесе, оның сөзін алма. Ла қимат алау, оның ешқандай сөзінің құны жоқ. Үйленбеген еркек болсын, әйел болсын, шаңырақ отбасына қатысты оған үкімге емес. Айтқан сөздің ешқандай құны жоқ. Түсіндіңіздер ма? Сондай енелер бар, шынымен де күн көрсетпейтін енелер бар. Жоқ деп айта аласың ба? Бар. Ал бұндай жағдайда еркек мамсик болса, дұрыс емес ол. Мамсик деген сөз сіздер үйреттіңіздер, білмейтінмін мен бұрында оны. Ол қалай? Енесі шынымен де келіні дұшпан, жек көреді. Мысалы ретінде. Сөйтеді да келін күндейді. Арада ұрыс-жанжал болды. Енді шынайы еркек, сен әйелді алған кезде аманаттап алдың бұл әйеліңді. Саған көшеден үзіп алған гүл емес қой, саған алып келіп тастасаң солып қалып лақтыра салатын мусорға. Бұл да біреудің қызы. Ертең сен де қызды боласың, сен де қызыңды ұзатасың, ол да барады бір жерге. Мысалы ретінде. Солай қара. Анаң да кезінде қыз болды ол. Әкең алып келді үйге деген секілді. Былай қарап тұрсаң да. Аманат ретінде алдың ба, сен бұған әділдік көрсету керексің. Әділдік қалай болады енді? Анаң шынымен маған зұлымдық көрсетіп жатса, бұл жерде әйеліңдікі прав болатын болса, әйелінің артында тұрып бере алу керексің. Тұрып бере алу деген сөз, анаңа, не, бұл менің қатыным айтып жағында ашу ма деген секілді ата-ананың ұрысып жекуге болмайды. Неге? Өйткені ата-ананың алдында, Құдайдың алдында парыз болған 2 амалың бар. Біріншісі нәпақа, егер жағдай болмаса нәпақасын, баспанасын беруге міндеттісің. Екіншісіне көркем мәміледе болу керексің. Тіпті сенің әйеліңе зұлымдық көрсеткен болса да, ата-анаңа көзіңді бақырайтып, түріңді алашытып, деп дауыс көтеруге болмайды. Арам бұл. Енді не істейсің? Құдай сені ар-риджалу қаувамуна аля ниса деді. Еркек әйелдерден бір саты жоғары деді. Дұрыс па? Басқарушы деді. Қала әйелдер сендердің ұнасын ұнамасын, еркек әйелді басқарушы болды. Шариғат осылай. Бірақ қандай еркек басқара алады? Алла хикметін бере алған, Алла берген хикметті қолдан алған еркек басқарады отбасын.
Сені Алла Тағала не үшін бір сатыға жоғары қойды? Мысалы үшін мен Ахмат деген шәкіртім бар, Ермат деген шәкіртімнен жоғары Ахмат. Не үшін Ахматты мен жоғары қойып тұрмын? Демек белгілі бір тұрғыда Ерматтан бұл білімді, дана деген секілді мысал ретінде артықшылығы бар. Дұрыс па? Белгілі бір тұрғыда. Ал құндылық тұрғысынан Ерматпен екеуі бірдей. Ұмытып қалдым шәкірттерім аттарын. Екеуі де бірдей құндылық тұрғысынан, адамдық тұрғысынан. Еркек пен әйел адамдық тұрғыда бірдей. Бірақ жауапкершілік тұрғысынан саты жоғары тұрады. Хикмет иесі ме? Енді осы сәтте сен анаң әйеліңе зұлымдық көрсетіп отыр ма? Хикмет көрсету керексің. Хикметпен бұл жерін басқару керексің. Өгізді өлтірмей, арманда сындырмау керексің. Шеше алмасаң сен еркек емессің демек. Осы жағдайда шеше алмадың ба? Көбі еркектер істейді. Қатын жолда бала бер дейді да, кет дейді, талағын берем дейді. Сен харам істедің. Аллахи да, биллахи да қияметте осы қатының да, бала шағыңда ақысы қияметте шығады. Жағаңа жапсат. Біз мына дүниеде материалды санаға жеңілгенбіз ғой біз қазір. Еді отыра бересің. Ертең ия шығады ертең. Екі періште алып келіп, омыртқаңнан былай ұстаған кезде, сол кезде көресің. Түсіндіңіздер ме? Яғни еркек өзінің әйелін прав болатын болса, оны арқылы тұрып бере алу керек. Тұрып бере алу жаңағы нәрсенің несінде негізінде болу керек. Ата-енеге жаңағыдай бақырайып, көзін алайтып, жек көріп, мен әйеліме не үшін тиісесің деген секілді сөздер емес. Саған хикмет даналықты берді ма, соны қолданасың болды. Түсіндіңіздер ме? Осылай. Кеттік әрі қарай. 5-ші сұрақ. Мен шайын құйып алайын. Сұрақ қоймаңыздар комментарияға. Кеттік. 5-ші сұрақ. Ағамның әйелін әмеңгерлікке алмақшы едім, үкім қалай дейді. Әмеңгерлік деген бұл інісі немесе ағасы қайтыс болатын болса, соның әйелін әйелдікке алу. Әмеңгерлік деген кезіндегі қазақтың салт дәстүрінде болған нәрсе. Әдет ғұрпында болған нәрсе, яғни қазақ осы нәрсені амалға асырған. Неге амалға асырудың себебі? Біз әдеби шығармаларды оқып жатамыз, мысалы үшін ағасы қайтыс болып кеткен болатын болса, жеңгесі қалды енді. Арада бала бар. Осы бала бөтеннің көлеңкесінде қалмасын, бөтеннің жаңағыдай суық назарының астында болмасын деген мақсатта өзінің інісіне некелеп беретін болған. Бөтен емес қой енді, өзінің ағасының баласы ғой енді. Некелеп беретін болған осындай негізде. Бірақ енді қазақ дәстүрінде осы нәрсе болды екен деп, дәл қазіргі біздің қоғамда соны істеу керек деген нәрсе емес. Қазақ солай істеген. Шариғатта ол нәрсеге тыйым салмайды. Неге? Өйткені қайын іні мен жеңге екеуі бір-біріне өмір бойы махрам емес, үйленуге тыйым салған адамдардың категориясына кірмейді шариғатта. Қазақ дәстүрінде де істеген ол болған, орындалған ол нәрсе. Бірақ қазақ істеген екен солай, шариғат сол нәрсеге рұқсат берген екен, яғни тыйым салмаған екен деп әмеңгерлікке өзіңнің келініңді алма қазір. Неге? Өйткені қоғам оны қабылдамайды. Өзіңнің жеңгеңді алма, қоғам оны қабылдай алмайды. Қазір біздің қоғамның түсінігіне мен таңғаламын да, мына біздің қазіргі түсінікті алады да, баяғы кездің түсінігін мансұқтайды. Сен қалай мансұқтайсың сен? Баяғы кезіндегі әдеп ғұрыпты сен қазіргі біздің түсінікпен, әдеп ғұрыппен мансұқтай алмайсың. Неге? Өйткені ол заманда ол нәрсе әдеп болған, қарапайым нәрсе болған ол кезде. Әмеңгерлік деген нәрсе нормально болған ол кезеңдерде. Сен мына кезіңмен аласың да соны. Бізде енді ерсі қалай өзің, сонда өзің бойдақ кезде, үйленбей тұрған кезде, ағасы тірі кезінде өзің жеңгесіне ойы болған ба, арамы деген секілді нәрсе айтады да. Айналайын-ау. Ол ой болды ма, болмады ма, ол бөлек мәселе да бұл жерде. Біз адал ма, арам емес па, қазақ солай істеген ме, істемеген ме, соған тоқталып жатырмық бұл жерде. Дәл осы нәрсемен алып сен, ол баяғы біздің қазақтың ата-бабамыз істеген нәрсесі мансұқтауға болмайды, келмейді, ынсапты бол кішкене. Ынсапты бол. Бірақ енді сен шариғатта оған тыйым жоқ екен, ата-бабамыз істеген екен деп, әмеңгерлікке қазір өзіңнің жеңгеңді алып, шәрмәнді болып қалма. Одан да дұрыс басқа біреуге тұрмысқа шықты, шықпаса, өзің басқа біреуді алайын, тыныш отыр. Менің жеке кеңесім, қазіргі таңда әмеңгерлік деген нәрсе қазақтың қоғамында дұрыс қабылдамайды. Бұл муруа деп қояды, яғни ерсілік. Бізде шаш бояу,
деген мәселелер бар, түрлі түске шаш бояу, қызылға, сарыға, әйел адамға қатысайып тұр мысал үшін, бояу мәселесінде болсын, яки болмаса мынау тақиямен намаз оқу мәселесі болсын. Тақиямен мешітке бару керек па, бармау керек па? Тақиясыз барсаң бұл макрух бола ма, макрух болмай деген мәселенің барлығы мұруаға қайтады. Ерсілік бола ма, ерсілік болмай ма? Егер ерсілік болса, қоғамда тақиясыз жүру, оны тақиясыз намаз оқу макрух. Неге? Шариғат не нәрсеге бұйырып жатыр, қараңыздар. Шариғат не нәрсеге? Қоғаммен санасуға бұйырып жатыр шариғат. Ал қазіргі коучтар болсын, психологтар болсын, не дейді? Сен өзіңнің шекараң. Сен ешкімді өзің шекараңнан өткізбе. Балам, ойыншығыңды берме. Сен анамен араласуым деп демессің. Қоғамның сөзін тыңдама. Өзің үйт, өзің бүйт деген секілді сөздер айтады. Яғни қоғамды адамнан оңашалау айтқанда. Ол дұрыс емес. Адам қоғаммен санасады. Өйткені сен қоғамда өмір сүріп жатсың. Бір не мысалы үшін араб еліне бардың, немесе қырғыз еліне бардың, өзбек еліне тұрып жатсың да, біздің қазақта ондай емес деп тұра алмайсың. Неге? Сен сол өзбек қоғамында, қырғыз қоғамында өмір сүріп жатсың ба? Сол қоғаммен сен санасуға міндеттісің. Шариғат айтады, егер қандай бір нәрсе мұруаға қайшы болса, оны істеу макрух дейді. Унамсыз, нежелательный амал. Кейбір макрух деп тахриман болып кетеді, күнәға жақын болған макрух болып кетеді. Неге бұйырып жатыр шариғат бізді? Қоғамның пікірімен санасуға бұйырып жатыр. Түсіндіңіздер ме? Сол үшін сенде жеңгеңді алатын кезде қоғамның пікірімен санасасың. Қоғамда қалай ол? Ерсі ме, ерсі емес па? Шариғатта тыйым жоқ екен, ата-бабамыз істеген екен деп, жеңгеңді алып, ертең шәрманда болып, қара бет болып жүрме, айналайын. Бізде әменгерлік қалай өзі? Мен өзім түсінігімде айтып отырмын да, айналамда адамдарға. Жазыңдаршы комментарийға. Әменгерлік деген қалай қарайды біздің қазақ қазір оған? Болмайды қазір дейді. Келесі сұрақ дейді. Өзім білем. Бәрі құрсына темекі шеккен үкімді айтыңызшы. Темекі шеккен үкімін біледі олар, прекрасно біледі. Болды, кеттік, ерсі дейді. Кеттік ары қарай. 6-шы сұрақ. Үйленбей тұрып, жігіт қыздан көп сомада ақша алуы дұрыс па дейді. Бұл деген анау Альфонстың әңгімесі ғой деген. Альфонс демен ейді оны. Ухажер емес. Ухажер қызға ғой істеледі. Ухажер мен Альфонс дейікші, қыздарды пайдаланып кететін. Красавчик жігіт болады, жігітті Алла тағала сымбатты қылып жаратқан. Мысалы үшін біз секілді емес, енді сымбатты, керемет, қыр мұрынды қылып жаратқан. Әдемі дейді, еркектерді қараған кезде бүйтіп қалай ол деген секілді, неге мен бұндай әдемі емеспін деп қызғанып қалатындай, мысалы солай жаратқанда. Енді көп қыздарға осы нәрсе ұнайды, сөйтіп не істейді, танысады. Танысқаннан кейін әлгі жігіт бастайды жайлап, не дейді? Айналайын, мен сені жақсы көремін, екеуміз бірге боламыз. Түбінде қазір кішкене жағдай қиын болып тұр, осындай бір бизнестер болып кетсе, пландар болып кетсе, мен қайтарып беремін, давай осы 1 миллион маған кредит алып бересің ба дейді. Алдап-сұлдап, алдай алмаймын да мен қасқа, маған кім сенеді қыздың сөзін әкет дейді. Оған бір сөздер айтады, алдайды ана 1 миллион алып алады деген секілді да. Бұлай болмайды. Қыздар, естеріңде болсын, жігітке ешқашан ақша бермеңдер. Некедескеннен кейін де бермеңдер. Қатты мұқтаж болмаса. Егер де күйеуім ақшаға мұқтаж болып тұрса, көмектессең 2 сауап аласың. Бірінші садақаның сауабы, екіншісі туыстық қатынас. Туыстық қатынас деген қалай? Ерлі-зайыптылық қатынасын нығайтқаннан 2 сауабын аласың. Ал егер күйеуің табысы нормально болып тұрса, күйеуіңе ақша беруге болмайды. Ол намысына тиіп кетуі мүмкін. Яки болмаса оны сен жаңағыдай сондай нәрсеге үйретіп алуы мүмкін деген секілді. Болмайды ол. Түптің түбінде сол берген нәрсені әйел адам өзі айтып шығады ше. Ара қатынасты жаңағыдай бүлдіріп алғанша лучше үйленгеннен кейін де, егер істемесе, проблема болмаса, қиналмаса, бермеген дұрыс. Ал үйленгенге дейін вообще бермеңдер, мүлдем. 1 тиын да беруші болмаңдар, 1 тиын копек те беруші болмаңдар. Түсіндіңдер ме?
Үйленгенге дейін жігітің сен ақша сұрады ма, демек ол болды. Сен ойында бір пайдаланып бір несі тұр. Қаласа да қаламаса да солай. Екінші жағы, ухажерлық жағына келейік. Ухажерлыққа қатысты мен подкастта бір осы Ихсан орталығын подкаст түсірдік, некеге қатысты 2 сағаттан тұратын. Соны тыңдасаңдар болады. Қырғағым қаралым болған, 2 ай болған. Қаралмас, неге асты қаралымды ұрысып кеткен бе? Сол жерде мен кейін айттым ухажерға қатысты. Қысқа айта салайын. Дәл сол секілді жігіттер де қыздарға сыйлық, ақша беруге болмайды. Болмайды. Жігіттер естерінде болсын. Некеге үйленгенге дейін қызға ақша бермеңдер. Сыйлықта бермеңдер. Хитпаға шақырасың, бір гүліңді алып барасың, жарайды енді. Не емес, шмот емес, шотты төлейсің. Хитпаға барған кезде проблема жоқ ол мәселеде. Оған үйіне сыйлық жіберіп, аю жіберіп, телефон жіберіп, ананы істеп, мынаны істеп, 1 миллион жіберіп, сенші мартқа олай ақша болмайды, бұлай беруге. Бұлай беруге болмайды. Түсініңіздер ма? Құпталмайды шариғатта да. Үйленгеннен кейін барып, аямай бер ақшаны. Ақшамен үйге кешігіп келесің ғой. Кешігіп келген кезде қайда жүрсің деген кезде ақшамен ұрасың, намаздан келген кезде пақ кісі ұрсаң, сұрамайды сенен, сосын қайда келдің, қайда жүрсің деп сұрамайды. Әсің ба? Солай үйленгеннен кейін аямай бер. Үйленгенге дейін беруші болмаңдар ешқашан ақшаны. Кеттік келесі сұрақ. Ажырасқаныңды қазір сөйлесіп жүрген жігітке айту маңызды ма дейді. Дәл осы сұрақты қызға қойсаңшы, мысалы. Қыз маңызды деп айтады. Мысалы, жігіт кезінде біреумен зина жасап болған. Соны айтпай егерде қызға үйленсе, бұл норма ма десең, қиянат деп бір нәрсе шығарып алған қыздар тарапта да. Бұлай қара, мысалы. Бір жігіт өзін зинадан сақтады. Құдай қосқан адал жарыммен ақ некеде бас қосам. Детті зинадан сақтады өзін. Жылдар бойы. Күтті. Адал қыз іздеді. Сөйтіп сен жолықтың. Сен кезінде бір қателігің болып қойған. Мысалы ретінде. Бір рет болса, бір әңгіме ол, бөлек ол. Бір рет болса. Тоқталамыз қазір бұған қатысты. Зина жасаған үкімін ашып айтуға бола ма, болмай ма, неше рет жазды, оған келеміз сәлден кейін. Бірнеше рет сондай болып қойған, мысалы ретінде, қателігің болып қойған. Енді алдында жақсы жігіт келіп тұр. Осы жағдайда жігітке өткен қателігіңді айтуға тиіссің, айту керексің. Өйткені жігіттің жүрегіне қиянат жасау болмайды. Алла тағаланың ең үлкен назар түсетін жер ол адамның жүрегі. Ертең ол оны білсе, алдағы уақытта, сен ананың жүрегін қиратқан боласың. Каабаны қиратудан да ең ауыр нәрсе, адамды ренжіту деген нәрсе. Түсінсіз, ол қиянат жігіттің жүрегіне. Енді біреулер айтады, сонда қалай? Так, мен сені ұстадым дейді, ашкарик дейді. Сендердің құрандарыңда Алла тағала пәк қызға пәк еркек, зинахорға зинахор деген. Сонда бұл жерде әділдік сақталмай тұр ма деп біреу сұрақ қояды, мысал ретінде. Оған айтасың, сен қума дейсің. Ғалымдар не деген, сол аятқа қарауымыз керек. Біз уахабиттер секілді емес, біз аяттың сыртқы мағынасын алып, қолымызға алып қолшақ көрететін. Жоқ. Құран кәрімдегі тазаларға таза, ластарға лас деген мағына, зинахорға зинахор деген аятты қалай түсінеміз? Зина жасап, зинасына тәубе етпеген әйелге қатысты ол. Сонда, яғни таубатан мансуха, яғни Аллаху алейхи берейін. Толықтай кәдімгідей Аллаға жан тәнімен тәубе етпестен, сол күнәдан жиіркенбестен, соны қайталамастан жүрген әйелге қатысты айтылған деп жүр ғалымдар оны. Яғни
зина жасап қояды, одан өкінбейді, толықтай өкініш білдірмейді оған. Іште бір сағыныш бар сол нәрсеге, құмартып тұрады деген секілді. Сондайға зинақор еркектер деген. Түсіндіңіздер ме? Тәубе етпегендерге қатысты. Ал тәубе еткен болатын болса, бұл зина жасамаған әйелдерді немесе жігіттерге тұрмысқа шығып үйлене береді деген ғалымдар. Түсіндіңіздер ме? Бұл жерде әділдік сақталмай қалды деп айтуға болмайды. Енді Аллаху алейхи. Егер осындай қателік болатын болса, жігітке не істеу керек? Ескерту керек, қиянат жасап қалмас үшін. Аллаху алейхи. Енді біреу зина жасаған болатын болса, зинасын ашып айту бол, күнәсін ашумен бірдей ғой. Ол қалай болады деген мәселеде бізде фиқта мынандай мәселе бар. Егер де қыз бала бір рет қателесіп зина жасап қойған болатын болса, мысал ретінде, имам Абу Ханифа рахмаллахтың пікірі бойынша бұған сәтір, яғни оны жасыру керек. Не істеу керек бұны? Жасыру керек, міндет. Және де бұл бікір деп қояды, қыздығы бұзылмаған пәк қыздардың үкімінде болады. Ұсыныс білдірген кезде, біз ұсынысты қабыл алған кезде пәк қыздармен бірдей болады. Өмірінде бір-ақ рет зина жасап қойған әйел дейді. Неге? Өйткені бұның асылы не? Сәтір жабу дейді. Сол жабылған күйінше қалу керек. Ал егер де бұған біз пәк қыздарша мәміле жасамайтын болатын болсақ, айналасындағы адамдар біліп қояды, бұның зина жасағанын біліп қою мүмкін дейді. Сонда күмәннен сақтану үшін сондай үкімге қосқан. Егер қателесіп сонда бір рет істеп қойған болатын болса, тәубе еткен болатын болса, ол нәрсеге шынымен деген тәубе еткен болатын болса, қателікпен болды ол нәрсе. Бұндай жағдайда алдағы уақытта ашылып кетпейтіндігіне нақты сенімді болатын болсаң, айтуың шарт емес. Түсіндіңіздер ме? Мынау нені тиктокта осыны қырқып салатын жігіт, бауырымыз, дәл осы мәселені қырқып салмақ қойыңдар. Ана кейбір нелер дін дұшпандары алып алып өздеріне керек жерін пайдалануы мүмкін. Осы мәселені қалдырсаңдар. Терлеп кеттім. Кеттік ары қарай. 8-ші сұрақ. Орамалды шешкім келеді, әдемі көйлек кигім келеді, не істеймін дейді. Алла тағала әйел затын зухурмен сынағанда. Зухур деген қалай ол? Аллаху алейхи. Әйелдің табиғаты өзінің сұлулығын көрсетуге құмартып айтқанда. Әйел солай өзінің сұлулығын көрсеткісі келіп тұрып үнемі. Алла тағала сол сынаққа не ретінде өзінің сұлулығыңды тек қана өзінің әйеліңе, өзінің күйеуіңе, жақын туысқандарыңа көрсетесің деген. Яғни осы сынақпен әйел адам үнемі өмір сүреді. Әйелде қазір таңда көптеген қыздардың орамал шешуінің себептері де осы. Өзінің сұлулығын көрсеткісі келеді. Мен өзім таптым, менікі емес екен, қазір емес екен деген әңгіменің барлығы ол өтірік. Адам бір үлкен себеп табу керек, немесе кез келген бір себеп табу керек, сол себептің артына тығылу керек, жасырынып қалу керек айтқанда. Жасырынып тұру керек. Мен өзімді тапқым келді, еке болмаса өзімді жоғалтып қойдым, қазір менікі емес екен, кейін келем деген секілді өтірік сылтаудың артында жасырынады да болды. Адамдар осы сылтауды ғана көреді, шынымен адам сынауға болмайды ғой деген секілді сөздер айтады. Орамал парыз ба? Парыз. Бұл жерде мен өзімді тапқым келді, өзімді жоғалттым, анау деген сөз қабылданбайды. Астында бір комментарий, қарындасым, сен дұрыс істеген жоқсың, қайтадан өзің орамалына кел десе, сен оны сынама, үйтпе, бүйтпе деп жазуға болмайды. Өйткені парыз жақсылыққа шақыру, жамандықтан бұйыру, жамандықтан қайтару, бұл мұсылмандық парыз әрбіріміздің. Түсіндіңіздер ме? Бұндай сылтаудың бәрі бос. Бұл өзінің сұлулығын, әдемілігін көрсеткісі келіп жатыр. Инстаграмға салғысы келеді, тағы әдемі тырысқан бір киімдер кигісі келеді деген секілді да, мысалы үшін. Сондай орамалын шешкен қыз 2-3 күннен кейін қарасаң, әдем болып кетеді. Инстаграмда тырысқан киімдерін, фигураларын көрсетіп, бір нәрселер салып тастайды.
Ол оған дейін сол нәрсені аңсап жүрген ол мына жақта. Ал орамалын бүгін шешкен қыз өкініш болу керек, анада өкініш жоқ түрінде, вообще мүлдем өкініш жоқ. Біреу соны жүрегіне кіріп шықма деп айтуы мүмкін да. Адам жүрегіндегі нәрсе ол сыртқа көрінеді іс-әрекеттерімен. Орамал шешкенде қиналып өкініп жүрген адам, Инстаграм, ТикТокқа жарты жалаңаш көті басын көрсетіп салып жүре ме мысалы үшін? Видео, рилс, фото деген секілді. Яғни бұл сол Алла тағала оған зухурды сынақ қылып берген, яғни көрсетуге бейім әйелдің табиғаты. Соны сынаққа төтеп бере алмады, көрсетті, болды міне. Қазір осы дүниелік бір керемет адамдардың лайк үшін немесе өзінің жаңағы әдемілігін көрсету үшін орамал шешіп жатсың. Бірақ ертең оның қарындасым, әпкем айналайын. Жауабы өте ауыр болады. Жауабы өте ауыр. Неге? Өйткені бұл Құранмен парыз болған міндеттелген амал, шариғи үкімде. Бұл біз зайырлы қоғамның құқықтық негізінде біз баға беріп жатқан жоқпыз. Дисклеймер ретінде айтатынмын онымен. Шариғи ұстанымда солай. Шариғи ұстанымда осылай. Ертең Алла тағала сондай бір үлкен сынақтар жіберуі мүмкін. Сол сынақтарға төтеп бере алмай қалуы мүмкін. Неге? Өйткені сен мына сынақты еңсерген жоқсың. Сынақ бізге еңсеру үшін беріледі. Бұны еңсермедің бе сен? Ол басқа формада келе береді сынақ. Дәл осы мәселе, дәл осы формадан басқа түрлі әртүрлі формада сынақ келе береді. Біреу сұрауы мүмкін, сонда не Алла тағала өзінің парызын орындамаған адамды міндеттей ме деп? Бұл міндеттеу емес бұл. Бұл сынақ, әртүрлі формада жатқан сынақ. Сынақ. Мысалы, сен емтихан тапсыратын кезде, қаласаң тапсырма. Бірақ сол емтиханда сұрақ келетір саған. Мысалы ретінде. Көксеген армандағы мақсатыңа жету үшін. Біздің көксеген мақсатымыз, арманымызды жәннатқа кіру мысалы үшін. Ал соған сынақ бізді емтихан алады Алла тағала. Сол емтихан өте алмадың ба? По-любому болсаң өту керексің. Әртүрлі формамен келеді. Математика күйінде келуі мүмкін, әдебиет жанрында келуі мүмкін, әртүрлі нәрсемен келеді мысалы ретінде. Алып қарайтын болсақ. Түсіндіңіздер ме? Мына жерде мен сұрақты оқығам, дұрыс оқығам, бірақ сұрақты мен басқаша түсінікте жауап бергенде, жаңағы не мәселесінде, ажырасқанды қазір сөйлеп жүрген жігітке айту маңызды ма деген мәселеде мен зина жасауды түсінгем деп зинаны ойлап жауап беріппін да. Ажырасқаныңды міндетті түрде айту керексің. Бұрында тұрмысқа болғанды айту керек. Бұл бір рет қателесіп тұрмыс құрып қойып дұрыс адам таңдамады деген нәрсе емес. Егер де сен ТикТокта ғана қырқып салатын жігіт, егер салатын болсаң, осын сал, емес, осын салатын болсаң егер деп қойдым ғой. Ол жігітке машалла Алла разы болсын, бүкіл эфирді көріп, кесіп ТикТокқа салады екен. Оны мен таңдаймын да мысалы ретінде, кесіп салып отыр әйтеуір. Ажырасқаныңды екінші рет тұрмысқа шығайын жатқан жігітке айтуға міндеттісің, айту керек. Осындай мен тұрмыста болдым деп айту керек. Жасырып қалуға болмайды. Ал зина мәселесінде жаңа жоғары айтқандай болады. Иә? Егер бір рет қателесіп, оған шын өкінген болатын болса, айту не емес, шарт емес. Ал егер де мудауа әдетке айналып жүрген болатын болсаң, немесе сен осыны іспен айналатын басқа адамдар білген болатын болса, алдын ала жігітке айту керек. Неге? Өйткені бір күн емес, бір күн хабар естіген кезде жігіттің жүрегі қатты қынжылады, сәйкесінше оның жүрегіне қиянат жасаған боласың. Алланың назар түсетін жерге. Түсінікті ма? Кетті ары қарай. 9-шы сұрақ. Қарызға ақша алып құрбандық шалса бола ма дейді. Қарызға ақша алып құрбандық шалса бола ма? Мен осыны түсінбедім да адамдарға. Енді бір ниеті дұрыс шығар, енді құрбандық шалып сауап алайын. Көрші қолаңдар құрбандық шалып жатыр. Мен де Алладан бір сауап үміттенгім келеді, алғым келеді деген мақсатта солай қарыз алатын шығар. Бірақ естеріңізде болсын, Алла тағала бізді шамамыз келмейтін нәрсеге міндеттемейді. Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Алла тағала пендесіне тек шамасы келетін нәрсені ғана жүктейді. Құрбандық шалу 85 грамм алтын
яки болмаса соның құнына ие болған, немесе екі үй, екі жер, екі көлігі бар адамға ғана міндеттеген. Айлығы шайлығына жетпей жүрген, айлыққа күнелтіп жүрген, қарызға батып жүрген, яки болмаса ақшасы жоқ мүлдем, бұндай адамға құрбандық шалу міндет емес. Алла міндеттемеген нәрсені өзің міндет деп алмаңыздар. Ал енді біреу мен сонда да қарыз сойғым келеді дейтін болатын болса, шариғатта бұл іс арам ба? Арам емес. Бірақ абзал іс емес бұл. Абзалы қарызға алмай-ақ қойғаның. Сол абзал. Неге? Өйткені қарыз алушы қол беруші қолдан қарағанда төмен тұрады, пайғамбарымыз айтқандай. Пайғамбарымыз айтқан, беруші бол, алушы болма деген пайғамбарымыз. Беруші бол, алушы болма деген. Сен Алла міндеттемеген нәрсеге бар біреуге алақан жаясың. Оңай емес қой, 120 мың тұрады қой. Біреуге 120 мың теңге берші деп айту, мұсылмандық бұл абыройды былай түсіру да, ол түсінсіз ба? Бәділ емес та, ол бәділ емес. Түсіндіңіздер ғой? Яғни ақша кез келген адам барса беріле салатын нәрсе емес та. Ол өзің абыройыңды, неңді ортаға қойып тұрып аласың да. Ал Алла міндеттемеген нәрсеге олай төмен түсуге болмайды. Түсіндіңіз ба? Мұқтаждыққа жатпайды бұл нәрсе. Сол үшін де қарызға ақша алып құрбандық шалсаң арам емес, бірақ шариғатта құпталмайды, абзал іс емес. Түсіндіңіздер ме? Кеттік ары қарай. 10-ші сұрақ. Құрбандықты 7 адам сойғанда еті қалай бөлінеді дейді. Ірі қара малда, түйе болсын, сиыр болсын, оны бір адамнан 7 адамға дейін соя беруге болады. 3 адам бірігіп сойса да, 4 адам бірігіп сойса да, 5 адам, 7 адам деген секілді бірігіп соя береді. Енді етті сойғаннан кейін соярдан алдын 7-еуінде немесе 5-еуінде қанша сан бар, 7-тен көп бола алмайды. Бұлардың барлығының мақсаты не болу керек? Құрбандық болу керек. Құрбандықтан бөлек біреуінікі ет болса, тек қана ет алайын деген нәрсесі болмайды. Біреулер болуы мүмкін, менде қосылсайын, үйге ет жоқ еді, ет аламын деген секілді болмайды. Барлығының мақсаты құрбандық болу керек. Түсіндіңіздер ме? Екінші нәрсе, ет шамалап бөлігі жүзаф деп қояды, шамалап бөлінбейді. Анаған 3 кило бересің, 4 кило, 5 кило бар ау деген секілді беруге болмайды. Нақты бөліну керек. Нақты бөліну керек. Біреуге аз кетіп қалса, мысалы үшін, біреуге бәріне 6-6 килодан бөлінді, мысалы ретінде, 10-10 килодан бөлінді, біреуге 9 кило болып тұр. Сол 9 кило болғанға басын, сирағын беріп жүрсе болады. Түсіндіңіздер ме? Енді 11-ші сұрақ. Үйде күйеуіммен намаз оқығанда мен қайда тұрамын дейді. Әйел адам күйеуімен намаз оқыған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйелдерді артқа тұрғызыңдар деген. Ахирухунна деген, әйелдерді артқа тұрғызыңдар деген. Артқа тұрғызу парыз. Яғни намаз оқитын кезде әйелін артқа тұру парыз. Еркек әйелін намаз оқитын кезде артқа тұрғызбастан, жанын алып келіп, жаным кел күнім бірге намаз оқимыз деп эмоцияға беріліп, екеуі бұлай. Кәдімгі дәл осылай міне, арасында бөлім емес, дәл осылай тұрып намаз оқитын болатын болса, еркектің намазы бұзылып кетеді. Еркектің намазы бұзылып кетеді. Еркектің істегенде артқа тұр дейді. Артқа тұр деген сөз 20 метр қойып тастау деген сөз емес. Мысалы, еркек мынау тұр, еркек. Әйел соның артында сәл шамалы тұрса болады. Міне, аяғының ұшы тобығына тұспа-тұс тұрса болады еркекті. Проблема жоқ. Бір абзалы қандай? 2-3 қадам артта тұр. Еркек не істеу керек бұл жерде енді? Әйелге ниет етуі шарт. Ниет немен болады? Жүрекпен болады. Яғни артында әйелің тұрғандығын жүрекпен білу керексің. Әйелің саған үй батқандығын жүрекпен білсең болады. Ал егер үй жатқандығын білген жоқсың, кеп өзің Аллаху акбар такбир ташқырып алдында әйел адамға неткен жоқсың, намаз оқып тұрсың, әйелің кеп артын кеп үй асаған сенің. Үй оқыған, әйелің намазы жоқ. Әйелің қайттан намаз оқу керек. Түсіндіңіз ба? Қайттан намазын оқуы керек болады. Ал қасында тұру мәселесінде тұспа-тұс қасында дәл осылай тұру. Ал арасын бір нәрсе бөліп тұрса, және де оқып жатқан намазы бір намаз болу керек. 5-інде оқып жатыр, әйелі бұл да 5-інде оқып жатыр деген секілді. Ал күйеуі 5-інде оқып жатыр, әйелге асырдың қазасын өтеп жатса, қасында тұрып, намаз бұзылмайды. Түсіндіңіздер ме? Немесе сүннет оқып жатыр. Мына парыздан сүннет оқып жатыр. Қасында тұр, намаз бұзылмайды. Бір намазды тұспа-тұс дәл осылай тұрса бұзылып кетеді. Ал арасын бір нәрсе бөліп тұрса, бұзылмайды. Абзалы артқа қою, 2-3 қадам. Енді Зүлхиджа айында ораза ұстау мәселесіне келейік. 12-ші сұрақ.
рилстар тағы да тарап жатыр. Зулхиджа айының алғашқы 10 күндігінде ораза ұстау, құлшылық қылу сауабы мол деген секілді. Дұрыс, Зулхиджаның алғашқы 10 күндігінде құлшылық қылу, жаңағыдай сауапты амалдар жасау ол құпталады. Ораза ұстау да дұрыс амал, бірақ Зулхиджаның айтқанда құрбандық күні бар ғой, 27-сіне ұсталады. 27-сіне ораза ұстауға болмайды. Түсіндіңіздер ме? Ораза ұстауға болмайды. Ал оған дейін ораза ұстаса, түнгі намаздарға тұрса, зікір жасаса, ода проблема жоқ. Ал бірақ Зулхиджаның алғашқы 10 күндігі толықтай ораза ұстау, немесе 10 күндігінің бірінде ораза ұстау деген нәрсе ол жалпылама айтылған мәселе. Ол шатастыру үкімді. Шафи мазхабының үкімі араласып кеткен бұл жерде. Неге? Өйткені бізде құрбандық күні, құрбандықтың бірінші күні 27-сі. Одан кейін 3 күн ораза ұстауға болмайды. Түсіндіңіздер ме? Ораза ұстауға болмайды. Осы бүгінгі сұрақ, 12 сұрақ осы. Мен қазір эфир сақтаймын, сосын тағы бір кірем. Еркін тақырыпта бір 5-6 сұраққа жауап беремін жаңа тікелей эфирдегі. Түсіндіңіздер ме? Жақсы. Ассаламу алейкум. Қазір келем.